Сәлем менің құрметті көрермендерім, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Павлованың рецептімен бөлісемін. Бөлме температурасындағы белокты қолданамыз. Осылай қантты салмай, ештеңе салмай, өзін төменгі жылдамдықта көпіртеміз. Белок пен жылтоқты ажыратқан кезде қатты мән беріңіздер. Ешқандай бір капля болса да жылтоқ кетпеу керек. Венчик, ыдыс бәрі құрғақ, таза болу керек, майлы болмау керек. Осылай көпірген кезде қантты бөліп осылай саламыз. Бәрін бірден салмаймыз. Миксерге жаңағы венчикке жақындатпай салыңыздар, чтобы жандарына шашырамас үшін. Қантты толық салып болдық. Сонда да мен бірінші жылдамдықта миксерлеп жатырмын. Миксердің жылдамдығын көтермедім. Мына жерде уже байқасаңыздар, қант еріді біраз. Осылай шетіндегі шашырап кеткен жерін жинаймыз, өйткені по-любому қанттың түйіршіктері шашырап жабысып қалады. Енді барып міне миксердің жылдамдығын екіншіге көтереміз. Енді миксердің мощності менде кішкене жақсырақ. Енді сізде қандай бір слабый миксер болса, онда тезірек көтересіз ба жылдамдығын, екінші жылдамдықтан бастайсыз ба. Міне уже біздің неміз әдемі болып ағарып, көпіріп, уже меренганың іздері қалып, жаңағы қарсылық білдіріп жатыр істеген кезде. Міне осындай плотный меренга болған кезде ғана тоқтатамыз. Яғни былай қолмен ұстаған кезде меренга қанттың түйіршіктері білінбеу керек, мүлдем. Осыны взбивать етуге менде примерно бір 11-12 минут уақыт кетті. Енді осының үстіне бір шай қасық 9% уксус құямыз. Кішкене араластырамыз. Содан кейін барып, үстіне сразу кукурузный крахмал саламыз. Енді осында жақсы біркелкі масса болғанша араластырамыз. Енді қатты көп араластырмаймыз. Главный кукурузный крахмал біріксе болды кішкене меренгамен. Енді осыны насадкаға саламыз. Насадка, любой насадкамен қолдана берсеңіздер болады. Кондитерский мешокқа салып, осылай 3 рет жаңағы былай айналдырып, отсаживать етеміз. Ортасынан тесік қалдырамыз. Өйткені оның ішіне жаңа малина саласыздар, не болмаса креммен толтырасыздар. Осылай бәрін отсаживать етіп болғаннан кейін, осыны мен осылай отсаживать етпей тұрып пешті 180 градусқа қосып қойдым. Ол ысып тұр қазір. Осыны салғаннан кейін мен оны 100 градусқа түсіремін да, ровно 1,5 сағат ұстаймын. Енді әркімнің негізі уақыты әртүрлі. Именно осы видеода мен оны кішкене 1 сағат 50 минут ұстап қойдым. Сондықтан сырты қаттырақ, қалың қатты болып кетті. Сондықтан 1,5 сағат жетеді екен конвекция режимінде. Енді кремін дайындаймыз. Салқын творожный сырмен маскарпоне. Негізі полный маскарпонемен жасаса крем сливочныйдан болады, бірақ майлы болып кетеді десеңіздер, творожный сырмен де жасасаңыз болады. Екеуін жарт-жарттан қолданып жасасаңыздар да болады. Сахарный пудра екеуін біріктіріп алғаннан кейін енді үстіне сливки салдым. Енді плотный болғанша миксерлаймыз. Крем қоюланды, формасын жақсы ұстады. Енді осыны кондитерский мешокқа саламыз. Насадканың номері менде 333, соны қолдандым. Енді осыны Павлованың үстіне отсаживать етеміз. Мен арасын осылай бір замороженный малиналарды салып шықтым. Сосын бетін осылай креммен жауып, өздеріңіздің қалаған клубника, басқа да күшті нәрселермен сәндей берсеңіздер болады. Содан кейін холодильникке салып қоямыз. Негізінде Павлованың сырты қатты, іші жұмсақ болу керек меренгасы. Сонда ол идеальный Павлова болады. Және әппақ болғаны дұрыс, осылай әдемі көрінгені. Негізі аса бір қатты қиындығы жоқ. Главный жақсы взбивать етіп, пешіңіздің градусын тауып, дәл уақытында кептірсеңіз, күшті меренга шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.